Hello friends, how are you? I am glad you are here today. So, let's begin our lesson. Сәлем достар. Достар, мен өз каналымда ағылшын тілінің оқылу ережесін түсіндіретін боламын. Сонымен сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Алдыңғы сабақта біз әу әрпін өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта P әрпін өтетін боламыз. P makes a sound pa, pa, pa. P әрпі P болып дыбысталады, P болып оқылады. Letter P is such a great letter because there are so many things you can find in your house, in your classroom. P әрпінен басталатын заттар сіздердің айналаларыңызда, үйлеріңізде, сыныптарыңызда өте көп. I found a plant in my house. Мысалы, менің үйімде P әрпінен басталатын мына заттар бар. Plant, plant. Repeat after me. Pan, pan. Pot, pot. And I have some fruit. Let's see what's in the basket. Және менде жемістер бар. Мына себеттің ішінде қандай жемістер бар екенін көрейік. Repeat after me. Pineapple, pineapple. Pear, pear. Plum, plum. Peach, peach. I have some vegetables in my kitchen. Let's see what's in the bowl. Сонымен қатар, менің ас үйімде көкөністер де бар. Мына ыдыста қандай көкөністер бар екенін көрейік. Repeat after me. Pepper, pepper. Potato, potato. Pumpkin, pumpkin. Pea, pea. Сонымен біздер P әрпінен басталатын жемістер мен көкөністерді үйрендік, жаттап аламыз оқушылар. There are some land and water animals that starts with the letter P. P әрпінен басталатын құрлық және су жануарлар бар. Қане қарайық. Penguin, penguin. Can a penguin fly? Пингвин ұшалады ма? No, it can't fly. Жоқ, ол ұшалмайды. It's a bird. Ол құс. Okay, next. Panda, panda. Pig, pig. What color is it? Түсі қандай? It's pink. Қызғылт. Next we have parrot, parrot. Тоты құс. What color is it? Түсі қандай? It's pink. Қызғылт. A pink parrot. Қызғылт тоты құс. Puppy, puppy. Және P әрпінен басталатын мектеп құралдары да бар. Repeat after me. Pen, pen. A pink pen. Pencil, pencil. Қарындаш, pencils. Қарындаштар. What color is it? What color is it? Қарындаштың түсі қандай? It's purple. Күлгін. Pencil case, pencil case. A purple pencil case. Okay, next. Paintbrush, paintbrush. Next we have plasticine, plasticine, plasticine. These are my favorite food. Және бұл менің сүйікті тағамдарым. Repeat after me. Popcorn, popcorn. Next we have pizza, pizza. I love pizza. Do you like pizza? Pizza сіздерге ұнайды ма? Мен пиццаны жақсы көремін. I love pizza. Okay, сонымен P әрпі түсінікті болды деп ойлаймын. Дәптерлеріңізге P әрпі P дыбысын береді, P болып оқылады деп жазып қойыңыздар.
P әрпін менімен бірге үйренгендеріңізге рахмет. Келесі сабақта Алла қаласа Q әрпін өтетін боламыз. Сабақты қараңыздар. Сабақ пайдалы болса, лайк басыңыздар. Келесі сабаққа дейін. Бай-бай.